сәлеметсіңдер ме балалар? Иә, әрине балалар, бүгінгі біздің әңгімеміз тазалық туралы болмақ. Тазалық денсаулық кепіл деп бекер айтпаған. Таза жүрген оқушының денінде сау, тәнінде сау болады. Бүгінгі музыкалық сапарымыз оянамыз, ән айтамыз тақырыбына арналған. Бұл тақырып өздерің байқап отырғандай тазалық туралы болмақ. Мынау картинадағы ұл мен қыздың мынадай бір оқиғасы бар екен. Қазір соны жақсылап отырып тыңдайық. Тазагүл мен Жалқаубек бір сыныпта оқитын. Тазагүл күнде ертемен тұрып жуынады. Содан соң үй ішін жинап, сабағын даярлайды. Мектепке уақытында келіп ылғи 4-5 алады. Ал Жалқаубек түске дейін ұйықтап, күнде сабағынан қалып қояды. Бағалары да нашар. Бір күні Тазагүл: "Ей Жалқаубек, сені көрсем далада жүрген күшікті көргендей боламын. Ол да сен сияқты сабақ оқымайды, жуынып шайынбайды. Одан сенің қай жерің артық?" деді. Қатты ұялған Жалқаубек содан бері ерте тұрып, жуынып, сабағына кешікпей баратын болыпты. Балалар, біз енді қазір "Мазақтама" атты әзіл әнді айтып үйренеміз. Таң атқан, ау таң атқан, ойын менен тамақтан, қолың тимей үнемі ек аласың сабақтан. Әй, таң атқан, әй, таң атқан, ек аласың сабақтан, ек аласың сабақтан. Айтқан сөзді ұқпайсың, ақыл еске тұтпайсың, көз аша алмай керіліп, түске дейін ұйықтайсың. Әй, таң атқан, әй, таң атқан, түске дейін ұйықтайсың, түске дейін ұйықтайсың.